Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de aytadı: "Afahasibtum annama halaknakum abasa ve annakum ileyna la turcaun. Feta'alallahu'l melikul hakku. La ilahe illa huve rabbul arşil kerim." Sendер ойлайсыңдар ма? Сендерді бостан босқа жараттық деп. Сендер бізге қайтарылмаймыз, бізге қайтпаймыз деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, ондай нәрседен, ондай бостан босқа жарата тұрған кемшіліктен Аллах Тағала ол пәк. Алладан өзге табынатын, сыйына тұрған илах жоқ. Ол Аллаху Субхану ва Тағала ұлы аршының не дейді? Егесі дейді. Афала ятадаббаруна ал-Qur'ан, валау кана мин инди гайри ла, лаваджаду фихи ихтилафан касира. Олар Құранды ойланып қарамай ма? Әгер бұл Құран Аллаху Субхану ва Тағаладан басқа біреудің алдында келгенде көптеген қарама-қайшылықтарды көрер еді дейді. Сол аяттарда Раббimiz айтады, жаңағы күн мен түнді: "Табаракаллази жа'ала фис-самаи буруджан ва жа'ала фиха сираджан ва камаран мунира" дейді. Аллаху Субхану ва Тағала ұлы болды. Аспанда жұлдыздардың орнын, жұлдыздарды жаратты. Және де аспанда шырақты, жарық беруші күнді жаратты. Қараңғыны нұрландырушы айды жаратты. Алланың құдіреті. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Аллаху Субхану ва Тағала күн мен түнді бір-біріне алма-кезек ауысатып қойды. Түн өтті ме күндіз келеді, күндіз өтті ме түн келеді. Не үшін? Кім Аллаху Субхану ва Тағаланы еске ала тұрған қауым үшін, Алланың құдіретін жүрегіне жат қыла тұрған қауым үшін, Аллаға шүкір қыла тұрған қауым үшін Аллах Тағала осылай жаратты дейді. Мына Раббimiz Қасас сурасында айтады: "Құл арайtum ин жа'алаллаху алейкум лейла сармадан иля яумил қияма. Ман илахун гайруллахи яатикум бидияин." Айты, Мұхаммад, оларға хабар бер деп айтыңдаршы дейді. Аллаху Субхану ва Тағала егер түнді тоқсаусыз қиямет күніне дейін қараңғы қылып қойса, қандай Алладан өзге құдірет күш Құдай бар сендерге жарықты алып келе тұрған, осыны естімейсіңдер ма дейді. Аллах Тағала қиямет күніне дейін түн қылып қоюға қадір. Ойлабайсыздар ма? "Құл арайtum ин жа'алаллаху алейкум нахара сармадан иля яумил қияма. Ман илахун гайруллахи яатикум биллейлин таскунуна фи. Афала тубсирун." Хабар беріңдерші, егер Аллаху Субхану ва Тағала күндізді қиямет күніне дейін күндіз қылып қойса, жарық қойса, Алладан өзге қандай Құдай бар сендерге қараңғынап келетін, сол демала тұрған, түнді алып келе тұрған қандай Құдай бар? Афала тубсирун, сендер көрмейсіңдер ма? وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Аллах Тағала өзінің рахматымен сендерге түнді, күндізді жаратты. Түнде демалуларың үшін, күндізі Алланың фазылынан, оның рызқысына жету үшін, еңбек қылуларың үшін. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Шүкір қылсаңдар не дейді? Жақсы болар еді. Шүкір қылсаңдар қандай жақсы болар еді дейді.